Мінекей, көптен күткен 2025 жылғы ересектер арасындағы әлем чемпионаты Англия елінде Ливерпуль қаласында өткен, өз мәресіне жетіп аяқталды. Ең басты бұл жерде айтарым мынау, ұтылған жігіттер жайлы айтайын. Ұтылған жігіттерді жалпы қарасам, қаншама адамдар неше түрлі пікірлер жазып, неше түрлі комментариялар айтып, жерден алып жерге салып жатыр. Енді 60 килограммда Бейбарыс Джексон, 65 килограммда бізде өнер көрсеткен Ертуған Зейнуллинов, 75 килограмм Сабыржан Аққалықов, 90 килограмм Сағындық Тоғанбай, 85 килограмм Бекзат Нұрдәулетов, 80 килограммда Нұрбек Оралбай. Жалпы жігіттерді неше түрлі нәрсе жазып отқан адамдарға, халыққа, елге айтарым, енді сендер білесіңдер ғой, мен өзім жеке басым, егер де жігіттердің расында да бокс ұнамаса, егер де расында да бір көз жанарлары болмай, қолдарын бір сілтеп ұтылатындай жағдай болса, біз оны айтамыз. Мінекей, жігіттер жасамады деген сияқты. Бұл жолға әлем чемпионатында жігіттерді жерге салудың қажеті жоқ. Жігіттердің бәрі, ұтылғандары да, ұтқандары да, бәрі қолдарының келгенше бәрін жасады. Мен жалпы жігіттерге ризамын. Өзім жеке басым өте қатты ризамын. 75 килограмм Сабыржан Аққалықов жайлы айта кетейін. Бұл жігіт бар өнерін салды. Бұл мықты боксшы, қазақ еліміздің бірінші нөмірлі боксшы. Бұл әлем чемпионатының алдындағы үлкен халықаралық жарыстарда өзін мықты жағынан көрсетіп, жеңіске жетіп, бірақ өкінішке орай бұл әлем чемпионатында енді жолы болмай ұтылып қалды. Ұтылған кезде де бұл бір жүріп алып, болмаса бір қолын сілтеп жүрген бір ондай жеңіліспен бір ұшыраған жігіт емес, ол барын салды. Менің ойымша сәл-сәл тәжірибесі жетпей қалды деп ойлаймын бұл жігіттің. Енді Сабыржанға тек қана сәттілік тілеймін. Бұл өте мықты жігіт. Алла амандық берсе, осылай тәжірибе жинап, Құдай қаласа алдағы үлкен жетістік, үлкен жарыстарда, әлем чемпионаты болсын, олимпиада болсын, басқа да үлкен чемпионаттарда өзін тек қана мықты жағынан көрсетті деп ойлаймын. Сондықтан Сабыржан Аққалықов бауырыма тек қана сәттілік тілеймін. 65 килограммда Ертуған Зейнуллинов жайлы айтқым келіп отыр. Ертуған Зейнуллинов өзбек боксшысына ұтылды. Өзбек боксшысына біріншіден ұтылған жоқ. Оны жалғыз мен емес, бүкіл қазақ бокс сүйер қауым бәрі көрді. Қалай бокстасқан бүкіл ел көрді. Ертуған өзін мықты жағынан көрсетті. Өзбек боксшыларымен қалай бокстасу керек екенін көрсетті. Алға қарай барып, алға жүру керек, ұру керек. Техника жағынан, төбелес пе, мен саған төбелесіңді көрсетейін саған. Барлық жағын өзін мықты жағынан көрсетті деп айтсам болады. Алла амандық берсе, сәл-сәл Ертуғанға да бір тәжірибе жетпей қалды деп ойлаймын. Ертуған бірақ өзін өте жақсы көрсетті. Осындай әлем чемпионатында өзін тәжірибе жинап, Алла амандық берсе, Құдай қаласа әлі бұл өзбекті әлі талай сазайын көрсетіп, екі аяғын бір етке тартты деген ойдамын. Енді медальдің әрдайым екі жағы жүреді. Сондықтан бүгін жолдары болмады, ертең міндетті түрде бұл жігіттердің жолдары болады. Бұл жігіттер, бұл чемпионаттан ұтылған жігіттер көп нәрсені алды, көп нәрсені үйренді, көп тәжірибе алды. Сондықтан жігіттерге мен өзім ризамын. 60 килограммда Бейбарыс Джексон өзіміздің Жамбылдың тумасы, Тараздың тумасы, бапкері өзінің әкесі, Ғани Ашкеев өзінің ағайы, өзінің әкесі. Ғани Ашкеев ол ағайымыз. Мен кезінде, бала кезінде, жас кезінде бокстасып жүрген кезде, Ғани ағай біздің бапкеріміз болып қасымызда жүретін. Өзінің мінекей қазіргі уақытта өзінің шәкірті, өзінің туған баласы Бейбарыс Джексон. Жалпы жекпе-жектерін әрдайым қарап жүрем, көріп жүрем. Мынау әлем чемпионатындағындай жекпе-жегін шыны керек мен көрген жоқпын. Мына әлем чемпионатында өте мықты бокстасты. Өзін өте жақсы жағынан көрсетті. Бала өсіп жатыр, бала тәжірибе алып жатыр. Бейбарыс Джексонге де сәттілік тілеймін. Бейбарыс бауырыма, Құдай қаласа 60-та нағыз лидер екенін, Құдай қаласа үйсіп тәжірибе жинап, өзін Құдай қаласа дәлелдейді деген ойдамын. Өзбек боксшысынан ұтылды. Бұл өзбек боксшысы олимпиада чемпионы, 3 дүркін әлем чемпионы, сондай үлкен абырой атақтары бар, бірақ абырой атағына қарамай екі аяғын бір етке тығуға тырысты. Бейбарыс Джексон бауырымда оның абырой атағына еш қарап қалған жоқ. Сондықтан Бейбарыс Джексон мен өзім тек қана жақсы жағынан көрдім. Бейбарысқа сәттілік тілеймін. Алла берсе өйстіп еңбегі ақталып, үлкен жеңістерінен көріне берсін. Сағындық Тоғанбай 90 килограммға бауырмада ешқандай өкініш, реніш жоқ. Қолдан келгенше бәрін салды.
Одан бөлек тағы да 85 килодан бізде Бекзат Нұрдәулетов. Бекзат Нұрдәулетов те өте мінезді, Маңғыстаудың жігіті, өте мықты, сондай әлем чемпионы болған жігіт, әлем чемпионы, Азия чемпионы болған жігіт. Енді жаңа айтып отырмын ғой, тек қана Олимпиада ойындарынан медалі жетіспей тұр бұл бауырыма. Құдай қаласа ол күнге де жетеді деген ойдамын. Бекзат Нұрдәулетов бауырыма да айтарым, еш мойымаңдар, еш көңіл күйлерін түсірмеңдер. Шынайы боксты түсінетін, шынайы білетін адамдар сендерді қолдайды. Ал түсінбейтін, артқа сүйрейтін адамдар ол жетіп жатыр. Ондайға мән бермеңдер. Бекзат Нұрдәулетовке сәттілік тілеймін. Алла қаласа сен әлі дәлелдейсің. 80 килограмм Нұрбек Оралбайға ойбой неше түрлі комментариялар жазып жатыр, пікірлерді оқып жатырмын. Ей қазақ бауырларым, жандәрім үшін ұялсаңдаршы. Кеше ғана Олимпиададан 2-ші орын алды. Оның алдында әлем чемпионы болды Ташкентте. Сол кезде барлықтарын алақанға көтердіңдер ғой. Алақанға көтеріп, енді бүгін сәл ұтылып қалып еді, жерге алып жерге салып жатсыңдар. Бұл енді расында да ұят нәрсе. Енді қазақтарға шыны керек, өзім үйреніп те қалдым. Сәл бір бәле болса жерге салады, сәл бір бәле болса көтере салады. Енді Нұрбек Оралбайға айтарым, бұл бауырымда қолдан келгенше бәрін жасады, бәрін істеді. Олимпиададан кейін сәл-сәл, енді Олимпиададан келгеннен кейін Айбек өзі кішкене демалды. Одан кейін көп жарыста бокстасқан жоқ. Сондай сәттер кішкене бір болып қалды деп ойлаймын. Осы мынау әлем чемпионатында жеңіліп қалған ештеме жоқ. Айбек ол өте мықты боксшы, әлем чемпионы, Олимпиада ойындарының күміс жүлдегері деген үлкен атақ, абыройы бар. Сондықтан Нұрбекті де Айбек деп жатыр ма, Нұрбек деп жатыр ма? Мен шатаса беремін. Нұрбек екеуі егіз ғой. Екеуі бір-біріне қатты ұқсайды екен, шатассам. Сол айтайын деп отқан Нұрбекке ешқандай реніш жоқ. Нұрбек қолдан келгенше бәрін жасады. Бұл өте мықты боксшы, әлі өзін көрсетеді. Құдай қаласа әлі алда әлем чемпионаты бар, әлі Азия бар, Азия ойындары бар, жетеді әлі. Сондықтан құрметті қазақ елі, жерден алып жерге салудың қажеті жоқ. Кеше ғана батыр болып бәріміз алақанда биікте көтеріп жүрдік қой. Кешегі жетістіктерін ұмытудың қажеті жоқ. Сәл ұтылып қалып еді. Ой, анау, мынау, бүйтіп, сөйтіп деп әңгімені айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Енді әркімнің аузынан қақпақ бола бермейміз. Мен бұл жігіттердің әрдайым айтып жүретінім. Сендер білесіңдер ғой, енді мен өзім әрдайым айтам. Балалар егер де ұтылып қалса, ой, ұтылып қалды, ұтуға болатын еді, бірақ жасамай қойды, істемей қойды деп мен ақты ақ, қараны қара деп айтам. Бірақ бұл әлем чемпионатында мен жігіттерден тек қана мықты жағын көрдім. Мен өзім постоянно айтатым, алдыға жүріңдер, төбелесіңдер, қазір бокстың өзгерген, осылай істеу керек, бүйту керек деп мысалға. Мен бұл жерде ойбай мінекей мен айтып едім деп ондай әңгіме болып отқан жоқ бұл жерде. Просто мен ойым сондай еді да, өзім ниетім, балаларға тілегім сондай ринг төрінде сөйтіп бокстаса екен деп мысалға сондай көзқараспен қарайтын. И сол көзқарасымды балалар берді. Мен сол боксты көрдім.